көздің өлшемімен тұз салып аламыз. 2 бокал суға көз өлшемімен тұз салдық. Енді онымен қазір қою қолға жабыспайтын қамыр болғанша илейміз. 3 зуала шығады. Бұны біз қазір зуалаға бөліп, енді бұның ішіне керекті заттарды дайындаймыз. Оған дейін біздің қамырымыз тұнып тұрады. Жұмсарып, әдемі болып қалады. Мына қазір қолға батпайтын, қолға жабыспайтын қамыр болды. Бізге керегі ішіне салатын 5 пияз, 1 килограммдай фарш, одан кейін 4 картошка. Өзіңіздің көзіңіздің мөлшеріңізбен саласыз. Қазір осыны мен кубик қылып турайым. Пиязды да, картопты да кубик қылып тураймын. Осылай ұсақтап турап алдық, пиязды да, картопты да. Енді біз менің қосатын тұз және бұрыш. Тұзды көз жобасымен қосамын. Жобамен үлкен шай қасықта, то есть үлкен ас қасықта жартыдан шамалы көп ас қасық. Көзбен жобасымен жасаймын. Одан кейін қазір қара бұрыш. Бұл да көз жобасымен саламын. Міне. Қара бұрышты салдық. Одан кейін бізде мен көбінесе сұйық май. Сұйық мақта майын қосамын. Оны үлкен ас қасықта 3 қасықтай жобамен. 3-4 қасықтай қосам. Неге? Өйткені іші құрғақ болып қалмайды. Бізде балалар фарштың майлы емесін ұнатады. Майлы фаршты ұнатпайды. Манау қазір піскеннен кейін қатты майлы болып тұрмайды. Астында еттер көптеу болғандықтан мен кішкене мариновка жасау үшін пісте май қосып жіберемін осылай. Ал қазір барлығын араластырып, қамырымызды жайып, ішіне бөгетін боламыз. Мінеки картоп, пияз, фарштарымыздың барлығын араластырдық. Осындай масса шығады. Пиязды көбірек қылғанымыздың себебі іші сочный болуы үшін. Қамырды осылай жайып аламыз. Осылай кесіп аламыз. Қатты жұқа емес, қатты қалың емес, средний қылып жаямыз. Аға салған пиязды қазір қызып тұрған майға салып қуырып аламыз. Майымыз бір примерно жарты пиалай май құйдым. Қазір пиязды саламыз, қызып тұрмай. Жаңа кубиктеп тураған қамырымызға осылай бүгіп орташа отта 45 минут пісіріп аламыз мантыны. Оған дейін біз несін дайындаймыз, подливкасын дайындаймыз бетіне. Оған 2 пияз турадық, азғана укроп салдық, және 1 помидор қызанақ саламыз қазір турап. Сонымен пісте майға қуырып, азғана су құйып, қазір оны көрсетем. Подливка жасаймыз мантының үстіне. Шым тұз салдық, дәміне қарай көз мөлшерінде. Енді барлығын қосып қуырып жатырмыз. Негізі укроп қоссаңыз да болады, немесе қоспасаңыз да болады. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Бізде укроп қосқанды ұнатады. Бір-екі минут қуырылғаннан кейін азғана бір пиалайдай су құйып жібереміз.
Şimdi osuna aslında koyamız. Aslında koyamız. Hemen piyazı ilginçe pişedi. Çok aslında yapamız. Osman kırak. 5-6 minutun içinde pişedi. Mantımız dayım oldu. 45 minutda dayım oldu. Подливкамыз mantı dayın. Bizге as bolsun.